Бәріне сәлем менің құрбыларым, сендермен әрдайым мен сүйікті интернет құрбыларың Санжар Айдар. Алғашқы сүйісу. Менің ойымша қыздар бұл істе ең озық болғысы келеді. Ал жігіттер болса өз кезегінде сүйісуге апаратын жолға көбірек мән беріп жатады. Дегенмен алғашқы сүйісу өте маңызды болып келеді. Егер орын мен уақыт соған сәйкес келіп, жігітпен бірге сен де өзің соны қатты қалайтын болсаң, онда араларыңда жалын оты пайда болып, барлығы тура ертегідей кейіпке ене бастайды. Бұл саған келесі кездесулерге жол ашуы мүмкін. Тағы да сүйісу есте қалатын ерекше нәрсе. Сол үшін адамдар бәрін ойдағыдай болғанын қалайды. Кей кезде алғашқы қадамды жігіт, кейде қыз, ал кейде ол 50-50 болып жатады. Не дегенмен сүйісудің нақты уақыты мен орнының сәйкес келіп келмейтінін білу қажет. Осы орайда жігіт сен барлығын ақындап түсіне бастасын деп саған қарай микро қадамдар жасай бастайды. Сол үшін мен сенің сүйікті интернет құрбың, жігіт сені сүйгісі келетінін анықтау үшін арнайы 6 белгіні анықтап қойдым. Егер әңгіме кезінде сен олардың бірнешеуін байқап қалсаң, онда оның не білдіретінін түсінген шығарсың. Сонымен дайынсың ба? Онда кеттік. Ол өз дауысын түсіреді. Кейде жігіт осындай бір қалыпты дауыспен сөйлесудің орнына өз дауысын түсіріп сөйлейді. Және бұл нәрсе өте қызық көрінеді екен. Тағы да ол өте жай сыбырлап сөйлесуі мүмкін. Ал саған болса оның не айтқанын түсінген түгіл есту үшін еңкею керек. Ол паразит болса осындай әдіспен белгілі бір романтикалық атмосфераны жасағысы келді. Бұндай идеялар қайдан ғана ойына келеді екен? Түрлі қыздарды сындыратын бір кеңестерді естіп алады да ойына келген жасайды. Пикап мастер ғой өзі. Тағы да осы сәтте жігіт саған түрлі комплименттер айтып, сені өзіне жақындастыруға тырысады. Мысалы, «О, сен өте әдемі екенсің». Және бұл нәрсе жиі қайталана берсе, демек бұл нөмірі бірінші белгі. Екінші, үнемі көзбен жасалатын контакт. Білесіңдер ме, сүйіскісі келмейтін адамдарда көзбен жасалатын контакт мүлдем болмайды. Ол адам барлық жерге өз назарын аударады, тек көзге емес. Әсіресе жігіт пен қыздың ара қашықтығы өте жақын, 10 сантиметрдей болса. Осы кезде жігіт қыздың көзіне тура қарап тұрса, бұл дегеніміз анық белгі. Тағы да бұл көзбен жасалатын контакт 2 секундтан асып кетсе. Мен саған сенің көзіңе 5 секундтан астам қараған жігіттердің барлығын сүй деп айтпаймын, бірақ бұл іс-әрекет жиі кездесіп, осы видеодағы басқа да пункттер жиі сәйкес келіп жатса, онда бұл жайдан жай емес. Үшінші, ол жақындай түседі. Егер сендер кафеде болғанда бір столдың үстінде қарама-қарсы отырған болсаңдар, онда екеуінің біреулерің сүйісу үшін бүкіл дастархан үстінен естіп тұрып алып, созылмадыңдар деп үміттенемін. Әсіресе кинодағыдай көзді жұмып алып, екінші адам тура соны жасайды деген оймен. Жоқ, мен оны қалай екенін көрсетпеймін де. Себебі сүйісу шынайы болуы керек. Түсінесіңдер ме? Сендер мысалы бір-бірлерінің қастарында тұрып, бар жасалайын деп жатқан нәрсе бір түрлі көрінбес үшін. Осынан түсінетіміз, егер жігіт сенімен ара қашықтықты қысқартқысы келсе, бұл бізде келесі белгі. Сендер бірге отырып, ол саған қарай жақынырақ, кейін тағы. Ал кейін тіптен оның қолы сенің иығыңнан шыға келеді. Себебі оған солай өте ыңғайлы екен. Бір ойламаған жерден сияқты. Жоқ, ойламаған жерден емес. Жігіт осы әрекет жайлы соңғы 5 минут ойланып келді. Бір қыздарды сындыратын видеолар қарап алады да бізге практика жасайды. Ал егер сенде тура соны қалайтын болсаң, онда ол өз қолын сенің беліңе немесе сенің қолдарыңа қоя алады. Төртінші, ол өз еріне тиісіп, оларды тістеп жатады. Бұл дегеніміз құрбылар ешкім дауласа алмайтын ғылыми факт. Себебі біз гомосапиенс болғандықтан өзіміз тиіскіміз келген мүшелер ойда жоқта қышып кетеді. Сол үшін егер сен жігіттің ернімен бір нәрселер жасап жатқанын көрсең, онда оның түп санасы «Хей, мен дайынмын, детка» деп айтып жатады. Бесінші, ол сенің ерніне көз алмайды. Жігіт қанша жерден сені сүюді қаласа да, оны жай ғана алып
істей алмайды, себебі бұл әлеуметтік жағынан қолайсыз болып келеді. Бірақ жігіт бұл іс-әрекетке намек ретінде сенің ерніңе әдеттен тыс көп уақыт қарай алады. Егер бұл көзқара сенің көздеріңе, кейін сенің еріндеріне, кейін қайта көздеріңе бір қайта себеретін болса, онда бұл келесі белгі. 6. Ол аздап қобал жейді. Біле білсеңдер, көп жігіттер сендердің интернет құрбыларың Санжар Айдар сияқты батыл емес. Сол үшін оған қобал жуу тән келеді. Себебі ол сені сүйгісі келеді. Все или ничего, шынымен қысым өте үлкен. Онымен қоса жігіт уайымдағаннан әдеттен тыс әрекеттер жасай бастайды. Бұл дегеніміз басын қышу, қолдарынан ұстап терлеп кету деген сияқты тәріздес. Ал бүгінге осы айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруіңе тілектеспін. Видео ұнады деген ойдамын, сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білген келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсең болады. Жеке сұрақтарың болса, онда сені WhatsApp-та күтемін. Жаңа видеолардан құр қалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.